Жасұлан тобына 1 ұпай. Келесі. Тыңдаймыз. 100 деген болғанша 100 ең досым Айша айтты. Енді орысшасын айтамыз. Досым, дос деген не дейміз? Друг, дұрыс айтады. Жалын тобына 1 ұпай. Келесі. 100 мүйізі бар, үстінде киізі бар. Жоқ. Ойланамыз дедім ғой, ойлану да жоқ. 100 мүйізі бар, үстінде киізі бар. Киізі бар. Үстінде киізі бар депті ғой. Енің үстінде киіз болады. Киіз үй, дұрыс айтады жалын тобы. Енді соның орысша. Киіз үйдің орысшасы не? Сендерде бар ма? Жоқ. Жаңағыдай 1 балл бөлеміз. Орысшасын тапсырды. Орысшасы қандай? Юдан басталады. Юрда, дұрыс айтады. 1 ұпай. Екеуіне де 1 ұпай бердік. Келесі. Адамның дәм сезу мүшесі. Тіл, дұрыс айтады. Жасұлан. Енді орысша. Тіл. Сендер тауып отырыңдар, сендерге де болады. Орысшасы. Тілді не дейді? Тіл. Сразу тоқ қойсын ба? Тіл. Орысшасы қандай? Я. Я. Табамыз кәне. Орыс деген кітаптың сыртында тұрады, соның қасында. Язык, дұрыс. Жалын тобына 1 ұпай. Келесі. 6-шы. 7 қарғаның бірі. Адам қорып жүреді. Орысшасын айтамыз. Сабақа. Дұрыс. Жасұлан тобына 1 ұпай. Қалқиып 2 құлақ. Елеңдеп қорқып тұрады. Қоян, дұрыс. Енді орысшасы. Зайка. Дұрыс. Жасұлан тобына 1 ұпай. Соңғы сұрақ. Әр адамның шағын отаны не деп аталады? Жоқ. Әр адамның шағын отаны. Жоқ. Отаны не деп аталады? Шағын отаны деп тұр ғой, шағын отаны. Жоқ. Әр адамның шағын отаны. Өзің үйлерің үшін. Отбасы. Енді орысшаға аударамыз.